Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі және де мен Салтанат апай. Кезекті математика сабағында сенмен қауышқаныма өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі біздің математика сабағының тақырыбы жиын және де оның ішінде бос жиын деген тақырыпты өтетін боламыз. Ал ендеше сабақты бастамас бұрын бірнеше нейрогимнастика жаттығуын қайталап алайық, жарай ма? Ал кәнекей, менің артымнан қайталай ғой. Дайынбыз ба? Ал кәнекей, ауыстырамыз. Бір мезетте. Тамаша. Ал енді баспалдақ. Мына екі саусағыңды қарама-қарсы қосып не істейміз? Көтерілеміз. Енді астыға қарай түсеміз. Тамаша. Ал енді міне бас бармақ, шынашақ ауыстырамыз. Осы мына нейрогимнастика жаттығуына кішкене күрделендірсек қайтеді? Шапалақ қосайық. Кәнекей, кішкене қиындады ма? Ештен кетпейді. Осы тапсырманы күніне 5-10 минут қайталасаң, саған ешқандай қиындық тудырмайды. Оған қоса сен миыңды жақсылап тұрып не істейсің? Қыздырып, дамытып отырасың. Ал кәнекей, ең бірінші мына кітабымыздағы 112-ші бетке қараймыз. Екі себет берілген және де заттарды әр түрлі белгілер бойынша жиынға топтастыруға болатыны туралы айтылған. Ал енді біз осы мына суреттегіні дәлелдеуіміз керек. Ал кәнекей, бірінші себетте не көріп тұрмыз? Барлық көкөністерді көріп тұрмыз, иә? Орам жапырақ, баялды, қызанақ, бұршақ, бәрі бар екен. Яғни бұл ненің жиыны деп аталады? Я, көкөністер жиыны деп аталады. Ал енді мына екінші себетке қараймыз. Бұрыш, қызыл, қызанақ, қызылша және де шалғам барлығының түстері қызыл болғандықтан тағы да бір жиынға жинаған екен. Тамаша. Ал енді екінші мына жиындар деген тапсырмаға қарайық. Жиындар және олардың элементтерін ата дейді. Кәнекей, бірінші жиынды көмектесемін, ал әрі қарай өзің атайтын боласың. Бірінші жиында гүлдер жиыны. Мен түймедақты, қоңырау гүлді және де бақ-бақ гүлді көріп тұрмын. Яғни бұл гүлдер жиындағы элементтер үшеу. Түймедақ, бақ-бақ гүл және де қоңырау гүл. Дұрыс па? Тура осылай әрі қарай жиынды атайсың, оның элементтері деп ішіндегі элементтерін атап шығасың. Ал кәнекей, осы тапсырма үшін мен саған 2-3 минут уақыт берейін. Жарайсыңдар. Ал енді мен сендерге бір жиынды айтамын, ал сендер сол жиынға қатысты болады деген элементтерді атайсыңдар, жарай ма? Мысалы, егер мен сендерге ыдыстар жиынын аташы десем, не айтасың? Қандай заттар оның элементі болуы мүмкін? Кесе, қасық, тәрелке, қазан, дұрыс айтасың, әрі қарай өстіп жалғастырып кетесің. Ал енді екінші ағаштар жиыны десем, қандай элементтер атайсың? Тамаша. Ал енді оқу құралдары десем, қандай элементтерді атайсың? Бұл тапсырма саған ешқандай қиындық тудырмады. Себебі біз осы жиынға байланысты оның элементтерін бірден миымызға сақ етіп келіп жатыр, иә? Тамаша. Ал енді келесі тапсырмада бізге бірнеше элементтерден тұратын жиын берілген, бірақ соның ішіндегі біз артық нәрсені алып тастауымыз керек. Мұқият бірінші суретке қарай ғой. Барлығы жасыл түсті, жапырақ, сосын құрт, алма жасыл және де алмұрт, және қарандаш бар екен. Қалай ойлайсың? Қайсысы артық? Әрине қарандаш артық, я? Екінші ойыншықтарға қарай қой.
Машине ойыншығы, қуыршақ, зырылдауық және де кітап тұр. Қайсысы артық деп ойлайсың? Дұрыс айтасың, кітап артық. Әрі қарай 2, 4, 6, 8, 3 деген сандар берілген. Бұл жерде барлығы сандар ғой. Қайсы артық деп мысалы бас қатыруың мүмкін. Жақсылап тұрып, сандардың қасиетін қарай қойшы. 1 таңбалы, 2 таңбалы, немесе жұп, тақ деген сияқты мен саған кішкене көмектесіп жатырмын, байқағаныңдай 2, 4, 6, 8 бұл жұп сандарда, тек қана 3 ол тақ сандар. Яғни артық қандай сан? 3 деген сан. Тамаша, жарайсың. Бұл тапсырмалардың барлығы саған түсінікті болды ма? Түсінікті болса, комментарийдің астына мынандай лайктарды, жүректерді жіберуді ұмытпа, жарай ма? Ал әрі қарай шығарып көр деген тапсырмаға қараймыз. Әр жиында қанша элемент бар? Бірінші, мысалы, көкөністер, жемістер және сусындар. Нені байқадың дейді. Бұлай істейік. Жай қарандашымызды аламыз. Жай қарандашымызды алып, кітабымыздағы бірінші көкөністер жемісін қоршап шығамыз. Содан кейін жемістер жиынын қоршап шығамыз. Және соңында сусындар жиынын қоршап шығамыз. Жарай ма? Ал бұл тапсырмаға енді көп емес 1 минут уақыт берейін. Уақыт кетті. Жарайсың, балақай. Сонымен сен көкөністер жиынын не істедің? Таптың. Жемістер жиынын таптың. Бірақ бұл жерде сусындар жиыны жоқ қой деген маған жауап келіп жатқан сияқты. Сусындар жиыны бізде ешқандай элемент жоқ бұл суретте. Яғни бұл бос жиын деп аталады. Егер міне осыдан бізге не шығады? Ереже шығады. Егер жиында бірде-бір элемент болмаса, онда оны бос жиын дейміз. Міне тамаша. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыздың негізі осы бос жиынды саған үйрету. Ал енді біз мына сабағымыздың практикалық түріне көшетін боламыз. Ол үшін дәптеріңді ала қой және барлық құрал жабдықтарыңды қасыңа қойып дайындай қой. Бірінші тапсырмамыз айналамыздағы жиындар. Әр жиынға элементтер қосуымыз керек. Балақай, бұл тапсырма саған ешқандай қиындық тудырмайды. Не істейміз? Жай қарандашымызды алып, жемістер, киім және жұп сандар жиыны берілген. Ойланбастан тез осы тапсырманы 2-3 минуттың ішінде орындай қой. Жарайсың. Ал енді келесі жинақта деген тапсырмаға қара. Жиындарды жинақтап және айналдыра сызуымыз керек. Оларға атау беруіміз керек. Жиынның жетіспейтін элементтерін біз жазуымыз керек. Ал кәнекей, бірінші мына бағанға қараймыз. Не деп тұр? Дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жексенбі деп тұр. Ойлана ғой, бұл қандай жиынға жатуы мүмкін? Әрине, апта күндеріне жатуы мүмкін. Не істейміз? Яғни жиынды қоршап сызып, апта күндері деп жазып қой. Ал енді мына жетпей қалған элементтерді толықтырайықшы. Дүйсенбі мен сәрсенбінің ортасында қандай күн болады? Сейсенбі, дұрыс айтасың. Бейсенбі мен жексенбі күнінің ортасында қандай элементтер түсіп қалған? Жұма және сенбі. Міне тамаша, аптада қанша күн бар? 7 күн бар. Яғни апта күндерінің жиынын 7 элементті біз толықтырдық. Міне балақай, бірінші тапсырманы түсіндірдім. Ал енді екінші және үшінші тапсырманы орындайтын ол сен. Саған сәттілік тілеймін, 2-3 минут уақыт беремін. Жарайсыңдар.
Ал енді мына дәптеріміздегі келесі тапсырма ол артық элементті табу. Міне осы тапсырма маған өте қатты ұнайды. Ал кәнекей бірінші 3 жиын берілген, бірінші жиынға қараймыз. Екі таңбалы сандар барлығы. 20, 90, 80, 30, 50, 60 және 15 деген. Қандай мына сандардың арасында артық сан бар деп ойлайсың? Мұқият қарасаң, барлық сандар нөлмен аяқталған сандар, бірақ тек 15 қана нөлмен аяқталмай тұр. Яғни, біз осыдан қандай қорытынды шығарамыз? 15 деген сан нөлмен аяқталатын екі таңбалы сандар жиынына артық. Міне, тура осылай, әрі қарай екінші жиында артық нәрселерді таба ғой. Тамаша балалар, бүгінгі біздің сабағымыз қызық өтіп жатыр, тапсырмалары да маған өте қатты ұнап жатыр. Біздің миымыздың жұмыс істеуіне әрі жеңіл, әрі пайдалы, әрі мына логиканы қосатын тапсырмалар болып жатыр, керемет. Ал енді мына үйге қоныстандыр дейді. Бұл тапсырма енді тіпті оңай. Не істейсің? Үйде әр қабат берілген және де мына оң жағында сөздер берілген. Мысалы, саусақтар деп тұр. Қанша саусақ бар? 5. Саусақтарды 5-ке не істейсің? Қосасың. Жаз айлары деп тұр. Жаз айлары нешеу? 3. 3-ке қосасың. Тура осылай барлық сөздерді үйдегі қабат санына не істейсің? Қосып шығасың. Тамаша балақай, бүгінгі біздің осы сабағымыз аяқталуға жақын қалды. Сонымен бүгінгі біз сабақта не өттік? Жиындарды бір қайталадық. Артық мына жиындағы нәрселерді таптық. Және де ең бастысы бос жиын туралы өттік. Сонымен бос жиын дегеніміз не екен? Бірде-бір элементі жоқ жиынды біз бос жиын деп айтамыз. Ал енді үйге мына дәптердегі анықта деген тапсырманы ала ғой. Не істейсің? Элементтер берілген жиындарға тиісті ме? Және тиісті емес пе? Плюс немесе минус қосу азайту деген белгімен қоясың. Мысалы, бірінші не істейміз? Найзағайдың суреті тұр және табиғат құбылысы деп тұр. Найзағай табиғат құбылысына қатысты ма? Әрине, сондықтан не істейсің? Қосу белгісін қоясың. Тура осылай, осы тапсырманы үйде жақсылап тұрып орындай ғой. Ал келесі сабақта кездескенше.